Бұл әдеттегідей Тимур. Ол ұйқысынан шошынып оянып, жұмыстан кешігіп бара жатқанын біледі. Содан соң тез-тез суға қарай бет алып, жуынуды жөн көреді. Асығыс тез-тез жуынып алып, жұмысына қарай бет алады. Көп жолды жүгіріп, жолдың жиегіне қарай жақындайды. Жол жиегінде жүгіріп келе жатқанда, Тимурдың қасына бір бейтаныс жігіт машинамен тоқтайды. Сол кезде машинаның ішіндегі жігіт: «Ассалаумағалейкум аға. Жүріңіз, мен сізді апарып тастайын» деген кезде Тимур: «Жоқ бауыр, жүре бер, ниетіңе рахмет» деп айтады. Бірақ та бейтаныс жігіт: «Жүріңіз, мен сізді жолай апарып тастайын» дейді. Содан соң Тимур: «Жарайды» деп екеуі машинаға отырады. Екеуі машина ішінде танысады. Сөйтсек, бұл Антонио жеке бизнесмен екен. Тимурдың айтуынша да машинаны жақсы жүргізіп қоятын жүргізушілердің бірі екен. Содан соң Тимур жұмысына жеткен соң Антониоға бар алғысын айтады. Ал Антонио мұқашы жоқ деп өзінің жұмысына аттанады. Төрт сағаттан соң Тимур екінші жұмысына оралады. Кезектегі клиенттеріне бензин құя бастайды. Берілген көрсеткіштегі бензинді толтырып, келесі кезектегі клиентті күтеді. Келесі клиенті жаңағы Антонио екен. Жақын жерде бензин таусылғанын айтады. Осыны естіген Тимур тез арада бензин құюды жөн көреді. Бензинін барынша толтырып беруге тырысады. Екеуі содан соң әңгіме айта бастайды. Антонио оған: «Ей бауырым, сен жаңа ғана гаражда жұмыс істейтін едің ғой» десе, Тимур: «Жоқ аға, менің жағдайым жоқ. Сондықтан осылай екі жұмысты қатар жасауға тура келеді» деп айтады. Күндердің бір күнінде Тимур тренировкасын жасап, жұмысына бара жатырады. Жол жиегіне жақындаған сайын бір таныс адамның даусын естиді. Жақынырақ естейін деп жол бетіне жүгіріп барады. Даусы қатты естілген ол Антонио екен. Автокөлігі жүрмей қалыпты. «О, Тимур, сәлем. Сен мұндасың ба?» деген кезде Тимур: «Я мұндамын» дейді. «Бұл менің машинам. Ойшым, мына жер жасамай қалды. Сен білесің ғой, жасап берші» деген соң Тимур өзінің сөмкесіндегі қажетті құрал-жабдықтарды алып, машинасын жөндеп береді. Жөндеп болғаннан кейін Антониоға: «Міне, машинаңды айдап қарашы» дейді. Антонио машинасына отырып: «Вау, керемет, жарайсың» деп рахметін айтады. Қатты қуанғаннан Антонио билеп те жібереді.
жұмысына асыққан Тимур: жарайды, Антонио, сол бол деп жұмысына қарай беттейді. Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мәди достар. Бүгінгі видеода осындай кино болды. Енді 4-ші сериясы бір 50 лайктан кейін шығады. Өйткені сіздер 50 лайкқа дейін жинап тастасаңыздар, сіздерге смело көп алғысымды айтамын. Ендеше келесі видеода кездескенше сау.